Так, кетті. Поехали. Бір-екі зат көрсетемін басында, JavaScript туралы, потом бірге бір проект жасап көрейік, мини проект. Білеміз ғой, индекс HTML деп құрамыз. Бір HTML-ға құра саламыз, самый быстрый JavaScript жазатын несі, жолы. HTML-ға құрамыз да, оны саблайын ба бір нәрсемен ашып саламыз. Лишний заттардың бәрін алып тастайын. Мына жерге лишний бит қояйын. Нені дұрыстайын, сендерге дұрыс көрінбейді ғой мына тема. Preferences, color scheme. Осы breakers бе? Қайсы жақсы еді? Нормально, да? Нормально ма или басқа санай ба? Мынау да жақсы еще. Celeste ме? Мынау да жақсы, мынау осы лучше. Короче, любой жерге білесіңдер, осы скрипт деп ашасыңдар да. Скрипт жаза бересіңдер, былай. Ол скрипт дейсіңдер да, любой HTML бір жеріне, эти скрипт жаза бересіңдер. Енді біз нелерді өттік ана аптада? Find, mind, filter, функция, бағыттауыш функция болады екенін көрдік қой, массив кішкене. Енді мынандай заттар бар, қараңдар. Мысалы, менде массив болсын, users деген массив болсын, users деген білесіңдер, пайдаланушылар, массив, ненің массиві болады? Біз ненің массивін жасап көрдік па? Объекттердің массивін жасап. Массив ішінде объекттер жатады, типа адамдар жатады. Көрбедік қой, былай істедік қой, былай, Помните, осындай объекттер көп болады. Біреу, екеу, үшеу деп кете бердік, помните? И мына жерге бір заттар жазайық, мысалы, ID дейік, ID 1 болсын, атын жазайық, аты там кім болсын? Аружан болсын. Age жазайық, age 20 болсын, например. Келесі, осыны копировать алайын. Біраз адамдар сақ қойын, қазір кішкене жұмыс істеген достармен. ID-лар 2 болсын, 3 болсын, 2 кете берсін. Мына жерге Ізбасар дейік, мына жерге Данияр дейік, мысалы. Там 19 и 20, например, былай берсін. Мынаны көрсетуді біз қалай көрсетеміз? Сразу console log деп айттық қой біз, console log users деп көрсетсеңдер болады, мысалы. Автоматом console log массив екенін көреді да, бүйтіп саған басқалай не қылып көрсетіп береді, дұрыстап қойды. Ашсақ, браузермен ашсақ, Chromeмен ашыңдар сізді. Chromeмен ашамыз да, соны істейміз, мына жерге посмотреть код дейміз да, консольға кіреміз, или Ctrl-Shift-J бассаңдар, и так сол консольға ашылады. Ctrl-Shift-J, неде macOS-те Command-Shift-J. Бүйтіп сендерге массив беріледі, бүйтіп ашып, бүйтіп көрсеңдер болады, массив дұрыс па? Бірақ мынаның бір минусы бүйтіп ашып отыру керек, жауып ашып отыру керек. Сразу бүйтіп бәрін тізім ретінде көрсету үшін не істеу керек біз? For each қолдансақ болады, For each қалай жазушы едік? Let бір нәрсе, of и массивтің аты, помните? In деген индекстарды көрсетеді. Of деген нені көрсетеді. In десең, индекстарды көрсетеді, мысалы, console log десең. In деген, массивтің ішіндегі индекстарды алып, саған U-ға жазып беріп отырады. Сонда бүйтіп көрсең, сен чисто индекстар жазып қалады. Of десең, ішіндегі мәндерін алып беріп отырады. For each өтпедік пән аптада, соңғы аптада? Өтпедік, значит. Тема былай ғой, народ. Users деген бізде массив қой, ішінде объекттер бар, адамдар бар. Мынау қалай істейді? Мынау for each деген цикл. Каждый адамды бір-бірден алады да, мына адамды алады да. Мына бірінші адамды алады да, бірінші объект алады да, оны саған U-ға жазып береді. Получается, сенің U-ң как будто былай тұрады. Тең былай тұрған секілді болып тұр да. Түсінесіңдер ма? Түсінесіңдер ма? Потом сен оны көрсетесің, ол объектті көрсетесің. Потом көрсетіп болғаннан кейін қайтадан for дейді да, екінші адамды алады да, екінші адам саған U-ға жазып береді. Сен сол U-ды көрсетесің. Солай ғой? Массивтің элементтерін бір-бірден алып саған U-ға жазып беріп отырады. А сен ары қарай өзі U-ды не істейсің, соны істейсің. Амен U-ды көрсетіп отыр. Сонда былай көрсетеді, тізім көрсетіледі. Бірақ объект массивтің элементтері ол объект болғаннан кейін сендерге целый объект беріп тұр ғой, U тең, U объектке тең болып тұр. Түсінесіңдер ме? Сендер не істей аласыңдар? Тек аттарын ғана көрсете аласыңдар керек болса, Бізде міне name деген бар ғой, қасиет. Или age көрсетсеңдер болады деген секілді, каждый объекттің. Онда чисто аттары ғана көрсетіледі. Түсінді ма? Нәрсе сұрақ бар ма? Мынаны біз for each цикл деп атаймыз. For each. Массивтің каждый элементтің үстіне жүгіріп шығады. Ол любой тілде бар, қойды. Түсінді, Біз сонда өтпегеніміз ба? Мынаны ұмытып кеткен ба? Инде өттік, Значит, in емес, of, in емес. Потом мынандай зат. Мынау көрсету понятно, оңай зат. Бізге бір нәрсе қосу керек болғанда. Тағы бір адам қосу керек, төртінші адам. Объект қосу керек.
соңына дейік мысалы. Қалай қосамыз? Бірінші былай жасап алған дұрыс, бір объектті құрып алып, отдельно, типа осыны ID несімен. Ой, ID мен жасап алайық та, например, қазір көрсетемін. ID бізде уже 4 болу керек, келесі адам. Мынау, скажем, бір, не знаю, там, кім болады? Дина болсын, 20 бола берсін, например. И біз не істейміз? Users'те андай функциялар бар. Push деген, помните? Push, pop деген соңғысын өшіреді. Push деген соңына қосады. Push дейміз да, именно объектті қосамыз. Жоқ, қазір тағы нәрсе көрсетейін. Бір объект құрып алдық та, соны push деп, соны массивтің соңына лақтырып тастадық, Содан кейін көрсетсек, мына for each'та, онда уже кім болу керек? Динадан. Массивтің ішінде еще Дина болу керек, дұрыс па? Абын айтсыңдар, еще Дина тұр массивтің ішінде. Дұрыс па? Көрініп тұр ғой сендерге? Бүйтсем. Или сразу бүйтсеңдер болады. Бүйтіп объектті құрып, оны бір айнымалға жазып атпай, сразу мына объектті аласыңдар да. Құрып атқан жер, құрып болғаннан кейін сразу пушқа лақтырсыңдар болса. Сразу объект құрып, құрылған объектті сразу пушқа бересіңдер, сразу лақтырып тастайсыңдар. Тоже бір не ғой, тоже бір тема. Бір жолы, Түк өзгермейді, Дина тоже соңына қосылады. Түсінесің ма? Естесіз? Түсінбей жатсаңдар, Мұрат, сұрақ қойыңдар. Видеода как раз сендердің сұрақтарың болса, адамдар түсініп көреді, видеода ешкім сұрақ қоя алмайды ғой. Как раз сендер қойсаңдар, сендер сұраққа жауап берсеңдер, аналар деп отырады. Звасар, сен ұятсызсың ғой, қоя берсей? Сұрақ. Ұялмай қоя берсеңдерші. Әне, ұятсыздың ғой. Қазір соған жетем. Көрсеткеннен сұрақ бар ма? Көрсеткен заттан. Pop деген сондай бар, қолданған зат. Put? Pop па? О не pop деп бар? Қолыңа болады, ол соңы ғана өшіреді. Pop деген последний ғана өшіреді. Біз именно кім айтып тұрғаны? Гүлжан. Гүлжан шарит қой. Конкретно біреу выбирать етіп өшіруге бола ма дейді там. ID-шкімен деген секілді, атымен. Көрсетеміз ал. Сол ғой, Бәрі істеуге, любой нәрсе істеуге болады. Өзгертуге, өшіруге, қосуға, көрсетуге, искеуге болмайды, только бәрі болады. Типа біреудің атын өзгерту ма? Смело. Қараңдар. Мынау түсінікті ғой, значит, мен түсінгенім. Не в тему сұрақтар кетіп қалды, уже тоқтатайық. Көрсету, қосылуды, remove, давайте өшіруді көрейік. Сен қалай өшіргің келеді? Обычно біз өшіру былай істейді вообще, қараңдар. Мысалы мен бір нені қосылайын, тағы да бір мына жерге қосылайық. Мынау түсінікті, бар, мынаны хотя өшіре салайын, мынаны қоссайын адам ретінде. Бүйтейік та, Дина емес, бір какой-то, мына жерге 5 салайын, чтобы түсінікті болсын. Басқа біреуді қосып отқанымыз. Мына жерге, например, Дамир дейік, дұрыс па? И давайте білесіңдер, ең оңай user.pop десеңдер, соңғысын өшіріп тастайды. Бізге бірақ соңғысын өшіру деген не вариант? Бізге прям таңдаған жақсы да, мынаны өшірші деп. Сол үшін мынандай нәрсе бар. Users.splice деген функция бар. Естеріңде ұмытып қалған шығарсың. Біз оны веб-тан PHP-де өткенбіз, бірақ ұмытып қалдық. Splice деген и өшіруге болады, и өзгертуге болады. Мысалы бүйтсеңдер болады. Splice деген метод екі аргумент қабылдайды. Екі параметр есімдер, екі аргумент. Біріншісі қай индекстен бастап, екіншісі қанша адам өшіресің, қанша элемент өшіресің. Мысалы, Звасарды өшіріп тастайықшы. Звасардың индексі қандай? Дидар сен 2 дедің ба? Оны отжимайды деп. Мынау индекстен бөлден басталды, 0, мынау 1. Бірінші индекстен бастап, қанша объект өшіресің, қанша элемент? 1 элемент десеңдер. Сонда біріншісі қай индекстен бастап, қанша элемент өшіресің. Енді осыдан көрсеткеннен кейін ізбастар өшіп қалу керек. Ізбастар өшіп қалды. Бірақ байқамай, 2 элемент десеңдер, 2 элемент өшіп тастаңдар. Көрдің бе? 2 жазып қойды. Бірінші индекстен бастап 2, значит, ізбастар мен Данияр өшіп қалады бірге. Түсіндір ғой? Ол түсінікті. Бірақ теперь мынандай нәрсе. Бізге таңдау керек, кімді өшіру керек. Обычно таңдағанда біз ID-мен таңдаймыз, Өйткені атымен таңдасаңдар, 2 аты бірдей болып қалса, 2 өшіп қалады деген тема ғой. ID-мен таңдаған дұрыс та, ID қайтып алмайды ғой ешкімде. Сол үшін бүйтейік. Біз біріншісін көрсетейік. Бәрін юзерлерді көрсетейік и ID-ді таңдасын. Бір ID-ді таңдасын, жазсын, сол ID-ді өшірейік. Дұрыс па? ID-ді таңдауға біз қайда ID-ді енгізе аламыз өзіміз? ID-ді енгізу керек бізге клавиатурадан. Перне тақтадан енгізу керек. Қалай енгізе аламыз? Тінтуірмен бүйтіп басып, перне тақтамен
бір сан енгізіп тінтуірмен окей басып қалсаңыз, иә, соны қалай жасаңыз, төбеден шығады типа. Алерт просто не көрсетеді, хабар көрсетеді. А бізге енгізетін зат керек. Prompt деген тема естіген жоқсыңдар ма? Короче, мына зат бар. Let бүйтейік. ID дейік тең, иә? Тең prompt деген зат бар. То тип алерт сияқты, бірақ еще енгізуге болады. Promptқа еще жазып қою керексің. Enter ID to remove деп. Ағылшынша білесіңдер ме? Өшіретін адамның ID-ін енгіз деген секілді тема ғой, иә? Дұрыс па? И бүйтіп консоль логпен көрсетсек не енгізгеніміз, иә? Просто көру үшін. Дұрыс енгізілмей. Консоль логпен көрсетсек. Консоль лог. ID дейміз, дұрыс па? Енгізген затты просто көрейік потом. Әлі өшіріп отқан жоқпын ештеңе. Обновить. Міне, былай шығады. Үстіне көрдіңіз бе? Enter ID to remove деп тұр, мына жерде ешкім көрмей тұрса. Мен мысалы 3 десем, не көрдің бе? 3 деген шықты. Дұрыс па? Көрдің бе? Көрдің бе? 3 деген шығып тұрды. Поверьте маған, сенсеңдер ол. Енді не істейміз? Мына ID-ді алып өшіру керекпіз. Бірақ бізден андай нәрсе. Splice чисто индекспен өшіреді ғой, ID-мен емес. Splice-ға индекс беру керек, ID емес. Значит, біз былай бүйту керекпіз. Значит, давайте скажем, ID-лар басқа болсын, мысалы, мынандай болсын, ID-лар. Осылай болсын. Егер мен 5 деген ID енгізсем, сен 5 деген ID қай адамда тұрғанын тауып, иә? Сол адамның индексін табу керексің, чтобы өшіру үшін. Түсінесіңдер ме? ID-мен өшіре алмаймыз, біз индекспен өшіре аламыз. Индексі кім? Даниярдікі 2, иә? 0, 1, 2. Дидар 2 ғой, иә? Индекс Даниярдың индексі. 2. 0, 1, 2 Данияр 2. Оған специальный функция бар тоже, индексін табу. Типа массивтің ішінде біреудің индексін табу алуға специальный. Біз find'ді көрдік. Құттама. Find'ді көрдік, фильтрді көрдік. Помните? Естеріңде ма? Find шақырасында ішіне басқа функция лақтыра саласыз. Естеріңде ма? Find индекс деген тура сондай функция бар. Облай жұмыс істейді. ID енгіздік па? Енді бүйтем. Users деген массивтің ішінен find index. О маған индекс қайтарады, значит мен бірге индекс жазып алу керек ме? Бірге сразу let дейік. Индекс дейік. Дұрыс па? Мен жазып алу керек, о маған индекс қайтарады ғой. Мысалы мен қазір мына ID 5 ID кімнің ID 5 соның индексін қайтарады десем, маған 2 қайтарады. Мынаның ID индексін қайтарады. 2 қайтарады, түсінесің бе? Сол үшін мен оны қабылдап алу керекпін бір айнымалы. Мына жерге жаңағыдай функция береміз, айтып едік қой. Бағыттауыш функция удобная, стрелочный функция. Қалай береміз? Помните оны? Былай істеуші еді қой, помните? Мына жерге типа бір user, кімнің user, қай userдің ID-і тең мына ID-ға, иә, мен енгізген ID-ға, мына ID-ға. My ID слайд чесіз, чтобы сендер түсінесіңдер. Дұрыс па? My ID-ден мына жерге my ID. Типа қай юзердің ID мына my ID-ға тең, сол юзердің индексін маған қайтар, мен оны мына жерге сақтаймын. Не ұрып мұсыңыз? Түсінесіңдер ма? Енді менде индекс бар ғой, енді мен істей аламын, смело өшіре аламын, дұрыс па? Қалай өшірем? Осы индекстен бастап бір адамды өшір. Түсінді ма? Точно? Индекс сенбей тұрсаңдар, былай көрсете салайын ол индексін. Консоль лог. Индекс плюс индекс деп, иә? Чтобы сендер сол индекс кеп тұрған көрсін деп, иә? Мынаны пока алып тастайыншы, мынау мешать етіп тұр ма? Соны қазір қосамын. Обновить етеміз. Міне мысалы мен, кім бар менде индекс, кімнің индекс? 7-ні енгізейін, дамирдің индекс қанша Дидар? 7-ні енгізсем. Дидар күтеді басқадан ответтер. Мен 7 деген ID енгізем, enter басам, маған 3 деген индекс беріп тұр. Значит, тауып бердім маған, көрдіңіз? Егер онда ID-шник болмаса, значит, не болады? Undefined секілді нәрсе болады. Мысалы, 10 деген ID-шник енгізем, 10 деген ID жоқ массивта. Минус 1 дегеніңіз береді екен. Минус 1 деген, значит, таппадың сөз. Түсінесің? Все, бүйтеміз онда біз. Мынаны аламын, мынаны алып тастаймын. Кеттік, обновить. Қайсыны өшіргім келеді? Даниярды өшіргім келеді, оның ID 5 енгізем. Все, мында уже Данияр жоқ. Мынау қызық екен, иә, бүйтіп бірге көрсеткен. Мына көрді ме? Аружан, Ізбасар, Дамир, Данияр жоқ уже. Ізбасар мен Дамирдің арасында. Түсінесің? Түсінікті, қалай өшіру керек? Примерно түсінікті болса, онда давайте бір мини проект жасайық. Мынандай проект жасау керек бізге. Сұрақ болса сұрап алыңдар. Типа андай меню жасау керек. Бірді таңда адам қосу үшін, помните? Екінші таңда бәрін көрсету үшін, үшті таңда адамды өшіру үшін,
істегенбіз енді тағы да істейік. Кішігірім басқа істейміз, өйткені біз мына функцияларды қолданамыз уже. Find индекс, my индекс аналар. Еще JavaScript өтпеген адамдар да бар да. Төрт фильтр болсын, фильтрді жаспен істейік. 20 деген, мысалы мына жерде 20 деген жас енгізсең, чисто 20-дағыларды адам ғана көрсетейік. Помните, ол функция уже дайын ғой бізде. 5 үлгерсек, edit жасап көрсек болады. Үлгермесек ладно, 6 exit болу керек. Exit деген менюдан шығу. Сонда циклмен былай істейді. Бірінші маған менюді көрсетеді. Мен бірді таңдаймын да, адам қосам. Адам қосу үшін мен атын енгізем, жасын енгізем, дұрыс па? Сол маған массивке бір адам қосып береді. ID-шник бір болып тұрады, өйткені бірінші адам ғой. Қосып бергеннен кейін қайтадан мына менюді көрсетеді маған. Любой зат істегеннен кейін менюді қайтарып көрсете беру керек. Помните? Пока мен exit деп баспағанша, мына меню шыға береді, короче. Қайтадан меню шығады, мен қайтадан бірді басам, қайтадан адам қосам, атын енгізем, жасын енгізем, кіреді массивке. Соны show'ды бассам, маған уже екі адам көрсету керек, өйткені екі рет қостым ғой. Дұрыс па? Show деймін, екі адам көрсетеді. Көрсетіп болғаннан кейін қайтадан меню көрсетеді, мына менюді. Remove деймін да, ID-шник таңдаймын, өшіріп сайт и так далее. Солай жұмыс істеу керек. Edit не істеу болады? Editқа, мне кажется, бір ID таңдаймыз да, ID-ді. Соның типа атын өзгертсек болады, типа. Бір ID-шник таңдаймыз, соның атын өзгерту керек деген сияқты. Түсінесің бе? Қазір көрсетемін, жасаймыз ғой бірге. Ол көрсететін да не емес қой, оп-оңай зат қой, түсініп түсініп тұр ғой, оны find индекспен атымен тауып болады да. Сол индексқа кіріп, объектке кіріп, атын өзгеріп сол ғой, фигня. Ол үшін мен мынау қалсын жарай ма, мына сендерге жібергенге файл қалсын. Тағы бір файл құрайын, индекс 2 HTML салайын. Келесі апта, кстати, видеода айтып қойын, защита. Айттым ба? Келесі апта осы JavaScript полностью өткен заттарымызды не берем? Заданиялар берем, варианттармен. Жасайсыңдар да, осы жерде жасайсыңдар прям. Осы жерде жасап, канвасқа жібересіңдер, мен тексерем, баға қоямын. Сол кезінде уже, ертең келесі аптадан бастап қолай бастаймыз уже. Так что видеоларды тезірек салам, тезірек қарап, жай қарап емес, жазған затты өздерін жазып көріңдер, шұқып көріңдер, көп сөйлемей көріңдер. Жарай ма? Кет, неден бастаймыз народ? Ана менюдан бастаймыз ба? Неден бастайық? Жаңағы тасты түсіндіңдер ғой, меню тұрады. Менюді қалай көрсетейік? Консоль логпен көрсетейік па или алертпен көрсетейік па? Қалай удобно сіздерге? Промптпен көрсетейік, промптпен. Промптпен ұра берейік, давай. Все-таки енгізу все равно промптпен болады, промптпен ұра берейік. Бүйтейік онда. Во-первых, бізге массив керек юзер се жаңағы. Ол бірақ пустой тұру керек. Түсінесіңдер ма? Всегда пустой болып тұрады. Өзі қосып жаңағы просто қосып қойғанбыз әрине. Тағы не болады? Енді по ходу не болу керек, иә? Циклды қалай жасайық? While trueмен жасайық па? While trueмен. Бүйтейік, онда бір айнымалы болсын, бізде boolean айнымалы болсын. Let бүйтейік. Қалай істесек болады? Айнымалы boolean жасап қояйық, өйткені цикл тоқтату керек қой бір кезде exit жасағанда. Exit дегенде осы booleanды false қылып тастаймыз да, и цикл тоқтатып тастаймыз. Түсінесіңдер ма? Қалай жасақ болады? Шықпа дегенді қалай жасақ болады ағылшын? Жоқ, былай жасақ даже. Please do not деп. Бүйтейік. Do not exit жарайды. Кім айтты ғой енді ұрсады ата. Exit тең. Do not exit true болып тұрады, басында сонда бізде. Do not true болып тұрғанша біз шықпаймыз, менюда отыра береміз. Жарайды, кете берсінші. Потом while дейміз да, while do not exit дейміз. Пока біз true болып тұрғанша біз while'дан шықпаймыз, цикл қайталана береді. Түсінесіңдер ме? Шықпа деген сөз, do not exit шықпа деген сөз. Потом let бір номер таңдаймыз ғой біз қазір, бір десек қосу, екі десек, сол намды салайын. Prompt дейміз, е? Дұрыс па? И промптқа енгіземіз. Давайте бүйтейік. Бір бізде add session деген тема бар народ. Істей ма көрейікші қазір. Ой. Session деген бар, түсіретін зат болу керек па? Осы жерде істеу керек, қарайсыздар. Индекс 2.
міне көрініп тұрған ғой, бір add, екі show деп тұр. Если көрмесе айтыңдар, мен айтып беремін, қай жеріне бір. Бір add, екі show, мына үлкеймейді просто. Мына үлкейеді, ана үлкеймейді, көрдіңдер ме? Мынаны бар ғой, бір жерге тығып қойсақ жақсы еді, мынаны. Мынау енді өшпейді, көрдіңдер ме, бір жаман, ладно. Так, онда ұртсақ, екі show, үш не болады? Үш бізде remove, е? Совершен, төрт бізде фильтр болсын. 5 бізде edit болсын, 6 бізде exit болсын, бір тексере салайын. Мына виш, обновить етсең уже істемейді мынау. Бүйту керек, обновить бүйтіп алу керек та. Несін копировать алу керек та адресін. Жауып, ашып, заранее мына консольканы ашып алғым келіп жатыр да, мынада мен консольканы. Ашып алып, консольканы еще бар ғой, басқа бір жерге қойықшы. Қайда қойсақ болады? Или полностью ашсақ па бүйтіп? Тоқта. Топ емес, давайте мына жаққа деген қалай істеп болады? Мына жер ме? Мынау ғой, бүйтейік сонда ғана бүйтіп қоямын мына жерге қоямын бүйтіп. Сиятын шығар. Аларды clear жасайық. Осылай тұрсын. Нормально, и потом бүйтіп енгіземін да. А то вот енді нормально. Типа код өзгергеннен кейін қайта бүйтіп істеп отыру керек, походу придется. Ладно, ничего страшного. Бір жаза аламыз ғой. Мына жерде бәрі тұр. 1, 2, 3, 4, 5 бәрі тұр. Кеттік. Давайте енді бірге не дейміз. Егер бізде switch пен стик switch, помните? Switch мынаны дейміз. Егер ол бірге тең болса, case бірге тең болса не дейміз? Давайте просто тексеріп көрейік, бір alert жасай көрейік. Бірге тең болса, alert жасаймыз, е? Сәлем деге, дұрыс па? И break дейсақ. Осыны тексеріп көрейік. Тексеріп мына қазір обновить етсең, все равно істемейді ғой дейін көрейік. Істемейді, көрді ма? Бүйтіп аламыз да, пока бүйтіп қойсақ, пока что. Мынау промпттың темасы жаман, обновить еткізбейді дұрыстап. Сондай қойдым мен. Бір деймін. Алерт жоқ па? Бір істемей тұр ма сонда? Или бүйту керек па? Бір. Өйткені промпт бізге всегда string береді. Естеріңде ма? Айтқан жоқ па? Промпт бізге всегда string береді. Бізде нам дегеннің мәні қазір біз бір болып тұр. Біз бір таңдасақ, ол как string бір болып тұр, былай. Түсінесің ма? Түсінесің ма? Оны string емес сан қылу үшін істейміз. Андай функция бар. Оны көріп жоқпыз ба? Мынандай бір сан строканың ішінде жазып тұрсақ, нелердің тырнақшалардың ішінде жазып тұрса, оны парсингпен кәдімгі сан қылып алсаң болады, number қылсаң болады, integer қылсаң. Түсінесің ма? Значит, не істесек болады? Мынаның ішіне бүйтіп жазсақ болады. Prompt маған бір қайтарады ғой, мысалы мен бір таңдасам, prompt маған бірді бүйтіп қайтарады ғой. Бүйтіп ше. А мен оны аламын да сан қылып аламын мына жерге. Оны мына жерге смело санмен тексере беруге болады па? Түсінесіңдер ме? Түсіндіңдер ме? Түсінбедіңдер ме? Prompt всегда string қайтарады. Даже сен сан енгізсең де сол санды string қылып қайтарады. Тырнақшаның ішіне салып береді. Yes? Is it clear? А сен оны не істейсің? Stringті санға аударғың келсе, былай парсингті аударып аласың. Сол үшін мен бүйтсеңдер болады народ, бір зат міне, оңай заты былай. Бүйтсеңдер болады. Let, сен бүйтесіңдер, нам тең parseInt, е? Нам дейсіңдер болады. Түсінесіңдер ме? Типа бірінші string қылып қабылдап аласыңдар, мына жерде string болып қалады. Былай string болып қалады. Сен соны аласыңдар, string аласыңдар, сан қылып қайтадан өзіне жазып қойсың, уже сан болып кетеді. Yes? Просто ұзын болғаннан кейін былай істеп жатырмын да. Мына промпт аламыз да, сразу parseInt ішіне салып қоямыз. Түсінесіңдер ме? Yes? Мына жерге сонда санмен тексере береді. Енді қараңдар. F5, Ctrl F5 басып көрейінші. Істеп тұр, көрді ме? Жаңағы істеп тұру мүмкін, қайтадан істеп салайын. Бір деймін. Істеп тұр, сәлем деп тұр. Сені көрмейді. Бірақ біз сәлем демейміз, біз не дейміз? Бізге мына массивке адам қосу керек, е? Оны давайте басқа функцияға салайық. Функциямен жасайықшы бәрін отдельно, а то код слишком неправильно оқиды. Мына жерге не деймін? Циклды сыртына шыққанда функция жазамын, да? Функцияға не беру керекпін, ештеңке бермеймін. Только атын берсақ, add user салайық, add user. Не дейміз мына жерде? Мына жерде енді сұрау керекпіз, атын жасын сұрау керекпіз.
бүйтейік, prompt дейік, дұрыс па? Enter name дейміз, атын енгізу керек қой, дұрыс па? Оны қайда қабылдаймыз? Жаңағыдай let my name дейсек, дұрыс па? Yes. И тура солай жасын енгіземіз. Бірақ жасын енгізгенде ол қайттан маған не қайтарады ғой? Мысалы мен promptпен енгізем ғой жасын. Promptпен қайтарса, ол маған, мен мысалы 20 деп енгізсем, ол маған былай қайтарып береді 20-ны. Естеріңде ме? Санды string. Мен не істеймін, значит, аналарды сразу parsing дей саламын. Дұрыс па? Yes. Енді не деймін? Маған мынаны қосу керек юзерсқа. Но ID мен бірге қосу керек. ID-ні енгізгізбеймін ғой мен, ID-ді ешкім енгізбейді, ID автоматом өзі генерация болу керек, дұрыс па? Мен не деп айтам, мен бұл айту керекпін. Егер массив пустой болып тұрса, бос болып тұрса, значит ID бірден басталады деу керек. Қалай істеймін оны? Массив пустой екен қалай тексеремін? If users деген массив. Былай, ең оңай былай ғой, иә? Дұрыс па? Пустой болса не деймін мен? Users-тің ішіне push жасаймын, дұрыс па? Нені push жасаймын? Объект, дұрыс па? Объекттің ішіне деймін? ID тең бірден бастаймын, смело, өйткені массив пустой. Name-ға не берем? Name-ға мына енгізген my name берем, дұрыс па? Age-ға не берем? My age берем. Түсінесің бе? Yes. А else болса, else деген значит массивте уже адамдар бар. Егер массивте уже адамдар тұрса, мынандай бір адамдар. Не істеу керекпін? Қандай ID беру керекпін? Қай ID беру? Мынау ма? Или мынаның ұзындығын алып не берем ба? Біреулер айтады, массивтің ұзындығын аласың дейді, мысалы 4 адам ғой. 4 адам ба, значит ID 4+1 5 болу керек дейді. А 5 деген уже ID бар дейді. Значит ұзындығымен алмау керек, қанша адам бар деген. Какая маған разница қанша адам бар? Соңғы адамның ID-ні аламын, то есть 7-ні аламын. Соңғы адамның ID-ні алып 7, соған +1-мен бастау керек. Түсінікті ма? Оны қалай істейміз? Мұрат, қалай? Шошып жатқан жоқсың, нормально әлі? Бәрі пойдет па? Енді бастап жатырмыз. Келесі сабақта жарыс жоқ дейді уже. Английский, турецкий группаға ашып кеткен. Қалай айтамыз оны? Соңғы адам деп қалай аламыз? Бедекші, let next ID дейікші, келесі ID немеге тең болады? Соңғы адамды қалай аламыз? Users'тың ішінен соңғы адамды алу керек. Соңғы объект, соңғы элемент. Бүйтсек бірінші элемент. Жоқ, біз всегда соңына қосып отырамыз ғой. Всегда соңына қосып отырамыз. Біз бір-бірімен ауыстырмаймыз. Елетші. Реттерін ауыстырмаймыз. Значит, соңғы адамдікі ең үлкен болады ID. Түсінді ма? Ең үлкен ID десең түсінбейді да, жазу керек те бір нәрсе. Соны қалай жазамыз? Мен түсінем ғой, мынау түсінбейді, мынау. JavaScript. Users'тың бітсеңдер 0 десеңдер бірінші объект алып береді, бірінші юзерді. А мен соңғыда үшін істеймін, users'тың length'і -1 деу керек, помните? Мысалы, user'ның length'і қанша? 4 па? 4 -1 десең 3 болады. 3 деген как раз наның индексі. Домерный индексі. Помните? Ұзындығы -1 деген всегда индекс 0-ден бастағаннан кейін -1 деу керек. Ұзындығы -1. Сол адамның ID +1 дейін ба, дұрыс па? Users'тен соңғы адамды алып шығам. Мысалы, сенде 4 адам тұрса, мынау как раз 4 қой, user length деген 4 қой. 4 -1 3 болады. 3 деген как раз домерный индекс, мынаның индексі. Соның ішінен ID-ді алып шығамда, соған +1-ді қосам да, соны next ID-ға жазып аламын, келесі ID деп. Түсінікті ме? Осылай істейміз, и тура осылай істейміз, users push. Дұрыс па? Әжеге просто ID-ның орнына не деймін? Next ID. Дұрыс па? JavaScript-та ма? Min-max бар, но мына жердің проблема в чем? Сенде массивтің ішінде жай сандар жатқан жоқ қой, объекттер жатыр. Сен қазір min-max десең, ол қай объект пен объект салыстырып кетеді, қайсы үлкен деп. Объект пен объектті қалай салыстырасың сен? Түсінесің ба?
Сол үшін біз AD-ның ішіне кіріп ID-ларды алу керек болатын. Сол үшін және min-max не пойдет. Бар специальный функциялар. Оларды пока қолданбай қояйық. Типа кіру, бүйту деген функциялар бар арнайы. Пока керек емес. Түсінді ме анау? Add user'ымыз вроде бітті, иә? Мына жерге не дейміз онда? Add user шақыра саламыз, дұрыс па? Енді сразу екінші кейс жасай салайықшы. Көрсетуші, бәрін көрсету, чтобы мына бірінші кейс тексеру үшін бәрін көрсету деген кейс жасайық. Мына жерге show деген шақырайық. Дұрыс па? И show all дей салайық, show all или show users дей салайық. И осы функцияны жасасақ, жарай ма? Мынаны пока бүйтіп жоқ қояйық. Function show users. Жаңағы секілді просто for each пен, иә? For each пен. Let you of users, дұрыс па? Console log. Былай әдемі көрсетейікші, кстати, а то не в тему көрсетеді екен. Console log. Консольді қалай тазалауға болады? Кстати, мен ұмытып қаптым. Қазір тоқтай тұрыңдар. Clear мет. Clear десек, бірнәрсе бірінші жазып. Соң clear еді ғой, clear десек тазаламаймын. Жоқ, CLN бет. Clear. Қазір бір қарайсаңызшы, сол маған керек еді. Сонда әдемі кетеді. JavaScript clear console дейікші. Народ, қазір ағылшынша ема қатты керек программерді. Любой бірнәрсе іздеп отқан өзім. Міне, console.clear екен ғой. Все, ұрамыз қазір, давайте. Бетейік. Show users дегенде басында біз консольді нетіп алайық. Log емес, clear деген функциясы бар екен уже дайын. Консоль тазалап береді да, перед показом. Енді көрсетеміз. Console log не дейміз? Давайте бетейік. U-дің ID-ін көрсетейік, плюс, е? Бит тире дейік, плюс U-дің атын көрсетейік, плюс тире, плюс, осылай көрсетейікші кішігірім, дұрысақ болса. U-дің age-ін көрсетейік, дұрыс па? Кетті көрейік. Ctrl F5 де көрейінші, істейме екен, бір десем. Істемейді екен, не? Значит, мен бүйтіп алу керек те, видишь, бір жаман, алерттің жаман сол. Сразу посмотреть код ашып аламыз, народ. Консольдікін сразу ашып алыңдар, сол жақсы. И на жерге потом қойыңдар, URL-ką. Дұрыс па? Консоль даже бүйтіп алайық на жерге. Так, бір дейм. Так, дамир дейік. Дамир денгізейік, жасы 20 дейік. Enter. Екіні басам, көріп тұр ма? Консолькада шығады. Қайтан бірді басам. Там, не знаю, Раяна 19 дейік. Шоуды басам, дамирді өшіру керек. Консоль clear. И потом қайттан көрсетеді. Көрдіңдер ма? Уже дамир мен Раяны көрсетеді. Дамирді өшіріп тастады, содан кейін. Екіні басып отырсам, не өшіріп қайта көрсетіп отыр. Екіні басып отыр. Істеп тұр, значит. Дұрыс па? Yes. Енді не қалды? Келесі. Өшіру. Өшіру бізге оңай болу керек, жаңа көрдік қой. Оны тоже на кейс дейік. Не дейік? Remove user дей салайық. Бір user қой сөйтіп. Remove user деген функция құрайық. Не дейміз на жерге? Дейсіңдер дейді. Бірінші showды шақырайық. Типа көрсетіп алсында, адамдардың тізімін көрсетіп алсын, ID-шін таңдау үшін. Потом let дейік та ID, бітейік, rem ID дейік. Өшіретін ID, remove ID дейік. Тең промптпен сұрайық, қай ID өшіргің келеді сұрасында. ID үшін менде сан ғой. ID менде сан ғой. Сол үшін сразу парсентпен сұрайық. Сұрасың ба? Бірі? Сұрасың ба? Не деймін? Enter ID to remove. Өшіретін ID деңіз. Енгізді. Не дейміз содан кейін? Сол ID мен жаңа адам тауып алу керек. Қалай істедік? Let user равно users'тың ішінен find index, помните? Дай методы, е? Ішіне стрелочный функция ақтыра саламыз, е? Не дейміз? u.id тең rem ID. Дұрыс па? Таптық па адамды? Егер адам бар болса дейікші, былай істесеңдер болады. Анау минус 1 қайтару мүмкін, е? User емес, user index қой, sorry, user index. Дұрыс па? Индекс қайтарады ғой маған, user емес, индекс қайтарады. Бетек, егер user index тең емес болса минус 1-ге, значит, адам табылды, е?
Жаңа көрдіңдер ғой, индекс -1 қайтады екен, если таппаса. Адам табылса не дейміз? Users'тың ішінен splice қай индекстен бастап? User индекстен бастап, дұрыс па? Бір адамды өшір. Дұрыс па? Көрейік па? Ал былай Ctrl-J ашылайық. Job stack өшірейік. Ой, окей. Мына бір круглый шок тұр ғой, ол өшіру как раз clear деген осы ғой. Өнім шығып кетеді, мынау. Ладно, кукилар жұмыс істеп жатыр, қазір өшеді. Так, қазір шоу десек түк жоқ. Бір дейміз Аза бір нәрсе. Бір дейміз, там не знаю, Дина бір нәрсе. Бір дейміз, там не знаю, Дамир бір нәрсе. Екіні көреміз. Көрдіңдер ме? Что там тұр? Өшіру дейік. Remove. Өшіп қалды ғой. Remove user not defined дей ма? Не дейді? Ну-ка. 28-ші, міне көрдің ма, былай іздейсіңдер. 28-ші строкада remove user show is not defined. Show users қой бізде. Айтпайсың. Мынау ғой бізде show users. Сендер show деп жазған не ойлап отырсыңдар сонда? Өзінде дайын функция бар деп ойлап отырсың ба? Ше бар ғой. Сендер ғой. Show кем? Мынау кем ғой өшіретін. Короче, бір Аза бір нәрсе. Бір нәрсе, бір нәрсе. Бір нәрсе, бір нәрсе. Бір нәрсе, бір нәрсе. Шоу. Қайсыны өшіреміз? 3-ті басам. Қайсыны өшіреміз? Екіні ма? Екі десем, мына даст өшпау керек, ID енгізем, ID индекс емес. ID енгізем, екіні өшір. Қайтадан шоуды басам, уже даст жоқ, көрдің ма? Қайтадан 3 деймін, 3 деген өшіру, remove. Қайсыны өшіргім келеді? ID 3-ті өшірем, FSD-ны. Өшірем, қайтадан 2-ні басам, FSD жоқ. Тема, да? Сонсы ма? Енді не қалды? Фильтр қалды, фильтр бар. Келесі 4 фильтр, давайте бетейік. Кейс 4 дейік. Үлгіріп атыстым, да ма? Фильтр users, дұрыс па? Фильтруем юзеров. Не дейміз мына жерде? Шоуға ұқсайтын бола ма, чем-то? Шоуға ұқсайтын болады, Фильтр деген енді адамдардың бәрін көрсетпей ғой, кейбірлерін көрсету ғой, дұрыс па? Жерге фильтр users дей салайық. Фильтр usersқа пока бетейік. Жасымен дедік, жасымен фильтровать етейік. Қалай фильтровать етеміз оны? Бізде қанша басталды сабақ? Почти жарты сағат бар, Let дейік та, жасын енгізіп алайық, My age дейік, тең. Не дейміз? Users'тың ішінен, қайдағы users'тың? Parse int, дұрыс па? Енгізу керек қой жасын, Prompt. Не дейміз мына жерге? Enter age дейміз, жасын енгіз. Енгізген жасты сразу parse int қып сан қып аламыз. Болды ғонда, Мына жерге не дейміз? Бәрін көрсетпейміз, Кімді көрсетеміз? Ой, не істеп жатыр мен? Бізде фильтрдің функция бар екен, қуып отырмын. Қуғанский, ладно. Біз қалай істеп едік? Let users filter дейік. Типа, фильтрдан өткен юзерлер. Users filter тең. Users деген кәдімгі біздің массивта не дейміз? Фильтрдің функция шақырамыз, осылаймыз? Дұрыс па? Yes. Содан кейін? Стелсный функция лақтырамыз ғой. u.h тең. Дұрыс па? Именно мына жастағы тұрған адамдарды 19 енгізсең 19-дағы адамдарды ғана алып шығарды да массивке салып береді. Помните? Айттым ғой сендерге мына, Ана видеода айтпадың ба? Ана сабақта. Айтпадың ба? Фильтр көрмедік па не? Фильтр былай жұмыс істейді, короче, қараңдар. Мына жерге алайық онда. Мынау тұр ғой. 4 адам. Фильтр find'ті де көрсеткен жоқ па сонда? Мам, сендер қызықсыңдар. Сендер қазір көрсеңдер, десіңдер. Бар ғой. Короче, мынандай тема бар. Стрелочный функцияны көрсеттім ғой.
Стрелочный функцияны басқа функцияға лақтыратынын көрсетпедім ба сонда? Стрелочный функцияны find'тің ішіне лақтырып тастайтынын көрсетпедім ба? Көрейік, ладно, но ол ауыр тақырып, ауыр емес, то есть отдельно не. Короче, мынандай зат. Короче, мен бүйтіп көрсетейін, если не вспомните, то пипец это, если JavaScript. .ru деген сайт бар деп көрсеткен жоқпын ба? Көрсеткен шығармын оны. Мына жерде, короче, мынандай зат бар. Методы массивқа кірейік, қазір көрсетемін. Интернетіміз анда ғой. Шустер ғой. Ана Америкадан шығып келе жатыр ғой. Россияның сайты ғой. Россиядан шығып келе жатыр бәрі. Так, find. Мынау ғой, find. Мынау ғой. Короче, қараңдар. Мынандай функция бар, find деген. Массивте find деген функция бар. Көрген жоқпыз, осы функцияны? Ішіне функция лақтыру керек. Сендер сонда u дегендерді түсінбей жатсыңдар, не u дегенде? Find index u деген түсінбей жатсыңдар, сонда не? Мен қалай түсіндірмей кеткенсіңдер, қызық екен, жарайды, қараңдар. Короче, ойбай, мынау қайда қалдым. Короче, массивте find деген функция, басқа функциялар бар ғой, push поптарды білеміз ғой біз, Push поптар оңайсыз, push дейсің да, мысалы, қайда мұнда? Қазір көрсетейін. Қайда пуштарға дейсіз қа? Міне пушта. Пушта кетесің ба мысалы? Пуш көрсетпеген ба? Короче, мен splice тұр ғой. Massive.splice дейсің де бір сандары бересің и так далее. Обычно біз функцияны шақырғанда, мына splice деген функцияны атау. Обычно функция шақырғанда біз сан береміз, сөз береміз, сөйтіп үйреніп қалғанбыз ғой. JavaScript'та функцияның ішіне басқа функция лақтырып жіберу керек мән ретінде. Лақтырып жіберу. Функцияны шақырып, параметрдің орнына, сандардың орнына басқа функция лақтырып жіберуге болады. То есть, мына жерге функцияның ішіне параметр ретінде сан емес, сөз емес, функция беруге болады. Оның бір примері мынау find жаңағы, көрсетейін деп айтқаным мен. Мына функция find. Сонда сен массивтен, мынау массив, қар деген массив. Массивтен сен find деген функция шақырсаң, оның ішіне басқа функция беру керексің. Тоқтай тұрыңдар, я не мог вас не үйретпеуге. Жоқ, find деген айтпадым ба, вообще айттым ба? Вот қалсаңдар другой дело, но айттым ба мен сендерге? Шошып жүрдіңдер ғой? Сонда былай жұмыс істейді ғой тема, қараңдар. Тағы түсіндіре салайын, ладно, уақыт бар ғой. Бұйырса бар уақыт. Мына users тұр ғой бізде массив. Дұрыс па? Жаттап алыңдар ғой users деген массив. Енді не істеуге болады? Let u тең дейміз да, users'тың ішінен find дейміз да, оның ішіне біз не істеу керекпіз? Сан емес, функция лақтыру керекпіз. А функция біз стрелочный лақтырамыз. Стрелочный всегда қысқа функция ғой. Мен бүйтіп жасаймын. User дей салайыншы, user. Мен бүйтіп істей аламын. Find деймін. U, естеріңде ме мынандай нәрсе? U, стрелка, не дейміз? U, бүйтейік, точка, ID, тең, мысалы, там, бестик. Не деген сөз? Мынандай деген сөз. Мына U-ға, бір, мына массивтің элементтері немеге тең, объектке тең. Сонда мына find қалай жұмыс істейді? Бір юзерді алады, бір юзерден алып отырады. Каждый юзерді бір-бірден алады. Сонда біз мына юзерді аламыз. Мына юзерді алады да, мына U-ға. Сол U-дің ID 5-ке тең бе дейді? Жоқ, оңғы тең емес ID 5-ке, 1-ге тең. Окей дейді, келесі юзерді алады. Find өзі сөйтіп жұмыс істейді. Цикл керек емес мына жерде, find сөйтіп жұмыс істейді өзі. Келесі адамды алады да, оның ID 5-ке тең бе дейді? Жоқ дейді. Келесі юзерді алады. Оның ID 5-ке тең бе? Иә. Онда осы объектті, ID-ді ғана емес, целый объектті алады да саған қайтарады, find қайтарады, сен оны басқа юзерға жазып аласың. Түсінесің ме? Естеріңде ме енді? Үйреттім я, значит. Именно юзерді не істеймін? Консоль логқа көрсетсем, мысалы, юзер деп. Именно сол ID кімде 5, сол юзер шығады маған. Бір объект қана шығады. Түсінесің? Массивтен бір объект жол болады. Сонда индекс десем, мынауың уже қуып кеткенсіз ғой.
Так, бүйтесіңдер. Міне мына индекстің несін enter десем, тек мына user шығады, көріп тұрсың ба? Мына 5 деген user шығады міне. Түсінесің ма? Ол find сөйтіп жұмыс істейді. Сен сонда find индексті түсінбей жатқансың ғой мына жерде find индекс. Find индекс былай жұмыс істейді народ. Түсіндіңдер ме? Find адамды тауып береді, объект тауып береді find. А find индекс тура сол мен айттым ғой, ID мен іздедім, бірақ ол адамның орнына индексін тауып береді. Мысалы сен жаңағы 5 деп енгізсең мына жерге, 5 деп енгізсең. Ол мына 5 деген ID тауып алады да, бірақ мынаның индексін тауып береді. Объект емес, индексін тауып береді. Түсіндің бе? Find элементін қайтарады. Find индекс сол элементтің индексін қайтарады. Бізде элемент деген қазір объект болып тұр да, просто өйткені массив объект болып тұр да. Түсіндік те? Фильтр қалай жұмыс істейді? Фильтр былай жұмыс істейді. Тоже фильтр дейсіңдер. Find тек бір объект қайтарады ғой, бір объект. Фильтр деген тура сол жұмыс істейді, бірақ массив объекті қайтарады. Find'тің түрі, find'пен бірдей, фильтр просто бір емес, бірнеше адам қайтарады, бірнеше объект қайтарады. Мысалы фильтр деймін да бүйтем. Бірнеше объект болсын, мен бүйтіп айтайын. Кім 20-да соларды ғана қайтар деп айтайын. Мынаны 21 дей салайын мысалы. Кім 20-да соларды ғана қайтар деп айтайын. Түсінесіңдер ме? Онда бүйтем, фильтр деймін да, өйткені find тек біреу қайтарады, find көп қайтара алмайды. Жоқ. Фильтр көп қайтарады. Фильтр деймін да, жерге деймін. H тең мысалы 20 дейді. Түсінесіңдер ме? Значит, маған мына жерге не қайтады? Бір адам қайтпайды, users 2 дейді. Өйткені фильтр всегда массив қайтарады. Айттым ғой, фильтр көп зат қайтарады, ол массив қайтарады. Түсінесіңдер ме? Енді көрейік мынаны. Обновить етемін. Көрдің бе, массив келді, размері 2. Ашсам екеу чисто 20-дағы балаларды ғана айтар ма? Түсінікті? Find бір адам, фильтр көп адам айтар. Фильтр өт қой, фильтр ғой кәдімгі. Сен Excel'ға кіресің да 20 деп таңдасаң, саған 20-лар ғана көрсетеді, сол тема. Yes. Осыны қалай қолданамыз ана жерде? Мен алайыншы, уже ерініп кеттім жазғаннан. Фильтр user ма бізде? Міне, users фильтр, userдегі массивтің ішінде фильтр кімнің жасы мен енгізген жасқа тең болса деді, дұрыс па? Соларды ғана алды и біз соларды ғана көрсетеміз енді. Түсінесіңдер ме? Соларды ғана шығарамыз консольға. Yes. Көрейік. Мынаны копировать етпей қойшы. Мынаны алайын. Мынаны сисақ бетейік. Индекс 2 дейсақ. Тұқ. Короче, қараңдар. Көрініп тұр ғой, бір так, аза бір нәрсе, бір дина бір нәрсе, бір там, не знаю, бека бір нәрсе, бір дамир бір нәрсе. Шоу бәрін көрсетем бірінші. Төртеу көрсетіп көрінер ма? Бетейінші. Төртеу көрсетіп көрінер ма? Просто не аз. Пром запарыл бет шығып кететін ше. О, былай болшы, қараңдар. Көрініп тұр ғой, міне, төртеу. Не деймін? Фильтр деймін, 4 теңізем, фильтр деймін, 4 теңізем. Енді қай жасты көргілерің келеді дейді. Мысалы, менде елки, 20 бар екен екеу. 20-дан екеу бар ғой мен. Азы мен дамир. Чисто азы дамир. Түсінесің ме? Фильтр ол. Қазір 1 секунд. Ерік айта бер. Тез айта бер. Иә. Мен саған бір не лақтырып едім ғой, бір файл помнишь? Шетел нелермен, забестермен. Басқа бірақ мен білмеймін, мен уже Java-ның несін етпедім ғой. Қазір қарай, менде просто 6:30-ға дейін сабақтан нон-стоп прям. Мен қазір сабақта отырмын прям сенімен сөйлесіп отқанда. Қазір перемен болып жатса қараймын, ладно, қазір көрмей жатырмын. Жақсы. Сабез сұрақтарын. Короче, edit жасайық енді. Так. Мынау түсінікті ме? Edit қалай істесек болады? Тоже ID мен таңдап нетеміз бе? Editті, типа ID-ді таңдады, соның атын өзгерт деген тема ма? Ол оңай, ол чем-то неге ұқсайтын болады? Remove ұқсайтын болады, е? Копировать алсаң. Так, мына жерге қояйық. Function edit user деген, дұрыс па?
Тоже бірінші көрсетейік адамдардың бәрін, show users деп. Потом бүйтейік, enter ID to edit деген. Кімді өзгерткің келеді, соны ID-ні енгізейік. Мына жерге edit ID дей салайық. Дұрыс па? Сол edit ID мен крикті адам табайық, индексін табайық, сол адамның user индекс табайық. И тапқаннан кейін бүйтейікші. Бүйтейік, let new name деген жаңа атын жаңартқысы келіп жатырмыз ғой. Жаңа новый имя. Не дейміз, мына жерге prompt enter new name дейміз, дұрыс па? Жаңа ат енгіз дейміз, дұрыс па? Соны тапқан адамның не дейміз? Splice жасамаймыз біз. Тапқан адамның индексімен кіреміз ғой, тапқан адамның не дейміз? Атын бүйте сал дейміз, болды ма? Болды ма? Түсінікті ғой? И exit жасай салайықшы, сразу ше. Кейс 5 болады. Кейс 5 болады. Edit user. И кейс 6 дейді. Қалай өшіреміз, кстати, на циклды? Мына нені false қылу керек мынаны? Do not exit де. False қыласылайық и break дейді. Ой, тең. Дұрыс па? Boolean false қыласамыз. Ал көрейік, бісміллә. Бүйтейік тық. Подожди, ашпай тұрайық. Ctrl-Shift. Немет? J. Ctrl-Shift-J или Command-Shift-J бәкті. Ашып береді сразу ше. Консольді ашып береді сразу. И тазартып аласыңдар. Ол все равно қайда жазады. Кеттік. 1. Дамир. Bir нәрсе. 20 дейді. 1. Дина. 19 дейді. 1. Кім там? Не знаю, там. Болат. 21 дейді. 1. Дидар. 18 дейді. И кете берсін. Show дейміз, көрсетті, 4 теңізем edit. 5 edit. 5 edit. Қай ID-ді edit қылғың келеді? Мен 3-ті таңдайын, Болат, давай 2-ні таңдай. Динаны өзгертем, Динаны атын өзгертем. ID 2. Қандай ID-ға өзгертем? Мадина дейді. Қайтан show'ды басам, Дина Мадина болып кетті. Алтыны басам, exit. Все. Крут жасадық қой, получается, create, add деген сол. Show жасадық. Delete жасадық, edit жасадық. Сұраки. Оны бүйтіп істеуге болады онда. Сен ID таңдайсың, ID таңдағаннан кейін бүйтіп істеуге болады. Бірді енгіз, чтобы атын өзгерту үшін, екіні енгіз. Біз бүйтіп отырмаймыз будущее. Бізде input текстер болады, filter болады. Input type text дегендер болады. Түсінесіз? Біз просто былай JavaScript нет үшін ғой. Қайталау үшін ше, синтаксин. Сол үшін. Түсінді? Сұраки. Сұрап алыңдар видеоға пока қосып тұрғанда. Қазір өшіріп қалғаннан кейін бастайды сұрақтар. Сұрасыңдаршы. Сұраңыз, девушка, сұраңыз. Сұрағыңыз келіп отыр ғой, көзіңіз. Мына новый студенттер сұрасыңдаршы. Сендер, может, JavaScript оқымағансыңдар ма? Сіз оқыдыңыз ба? JavaScript? Сіз? Чисто бізде осындай формат, кодинг, народ. Сұрақ жоқ па, өшіре берейін ба?